Bobur agar Erkablanni yutsa, nech pul sovg'a qilasiz? Bo'ladi. 5000. Tak, sуда 3 xonali uydi. Javohir degan akamiz $10,000 Bobur Abdulazizga beraman dedilar. Unalarning kәдімгідей men basma ақша тегіп отыр ғой. Біреу $5,000 берем дейді. Біреу $10,000 берем дейді. Біреу так турасында 3 бөлмелі пәтерде ойнатып қояды да. Рахмет, Алла разы болсын. Профессиональный боец, қаншама опыты бар боец, какой-то актер тұтқан үшін соншама сыйлық беріп, от жосының мотивациясы, наны береміз деп атса, күшті ғой онда. Мен белгілі бір дәрежеге жетіп қалдым деген сөз да. Рахмет, Алла разы болсын. Бірақ жаңа соңғы бауырымызға бір обращение бар еді. Agar O'zbekistonga kelmasang, Qozog'istonga borib urib kelamiz. Bobur Abdulaziz urib keladi. Үйіңе барып ұрып кетеміз деген енді артық әңгіме енді. Үйіме барып, может бандит шығар ол, көшеде жүрген біреу шығар, білмеймін да. Мен бандит емеспін да. Сондықтан үйіңе барып деген біз октагон ішіне төгілсеміз, үйіңе ұрып кетем, ол артық енді. Үйім алдына келесің. Мен полиция звондай салам, бізде полиция жұмыс істейді. Келеді, сен ДВД-ға барасың, масанчиға. Сол жерде отырасың. Сесінде, берші Еркебұлан телефон. Окам, кешірші, пожалуйста. Ол зачем ол ондай? Вывозить ете алмайсың да ол. ДВД деген оны вывозить ете алмайсың. Сондықтан ондай опасный темаларды қозғама. Жаңағы үйлеріңді, жаңағы квартира, машина, жаңағы не, $5,000-10,000 бере бер. Бірақ үйің алдында бірдеңе Қазақстанға барып, ондай опасный сөздер айтпаңдаршы, пожалуйста. Бабур түсініп тұр оның бәрінше. Айналаңа Бабур айтып қойсаң, спортты жаңағы көшеге айналдырмайық. Спорт қой ол. Спорт ішіне кіреміз, по правилам кәдімгідей төгілсеміз. Сөйтіп төгілсек, кім мықты екенін анықтайық.